Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге арнайы ақылды айналарды таныстыра отырып, сол ақылды айналармен өткізілетін логопедиялық шағын жұмысты көрсететін боламыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, мен қазір сіздерге ақылды айнаны таныстыратын боламын. Бұл бізде ақылды айна, яғни бұл жерде барлық блоктар орналасқан, яғни логопед маманының таптырмас құралы болып табылады. Сабақ барысында өткізілетін диагностикадан бастап, баланың жұмыстарына дейін артикуляция жаттығулары барлығы жүргізеді. Яғни мен сіздерге психологиялық диагностиканы көрсетейін. Яғни бізде бұл жерде әр баланың келген балаға жеке дамыту бағдарламасы құрылатын болады, диагностика жүргізетін болады. Яғни біз бұл жерде балаға арнаға папка ашылады. Одан кейінгісі бізде сөйлеуді зерттеу ойындары. Бізде бұл жерде баланың сөйлеу деңгейі қаншалықты деңгейде, баланың сөздік қоры қаншалықты деңгейде, соның барлығын білетін боламыз. Одан кейінгісі бізде балаларға ең қызықты болып табылатын ойындардың бірі, гимнастиканың бірі, және де баланың сөйлеуіне арналған, сөйлеуіне өзінің белгілі бір көмегін тигізетін, дұрыс сөйлеуіне арналған артикуляциялық гимнастикалар бар. Бізде бұл жерде әртүрлі гимнастика бар. Одан кейінгі бізде келесі блокта тыныс алу гимнастикасы. Тыныс алу гимнастикасында бізде әртүрлі жаттығулар бар. Бізде бұл жерде бір ерекшелігі, бала мұрнымен тыныс алып, осы микрофонға үпіретін болады. Осы микрофон арқылы бізде әртүрлі шамды сөндіруге болады, допта қақпаға тигізуге болады. Яғни бізде бұл жерде тыныс алу гимнастикасы мақсаты, бала дұрыс тыныс алса, бұл жерде дұрыс сөйледі деп айтылады. Одан кейінгісі бізде саусақ гимнастикасы. Саусақ гимнастикасы бізде әртүрлі жаттығулармен жүргізіледі. Нейрофизиологиялық зерттеулерге сүйенетін болсақ, баланың сөйлеу тілі саусағының ұшында, яғни бізде бұл жерде ұсақ моториканы дамытатын жаттығулар жүргізіледі. Одан кейінгісі бізде дыбыс айту, яғни бізде бұл жерде балаларға дыбысты қойғаннан кейін дыбысты машықтандыру жүретін болады. Одан кейін бізде ойын құруға болады. Осылайша біз балаларға әртүрлі түзету, дамыту жаттығуларын жасауға, түзету, дамыту жұмыстарын жасауға болады. Тек қана олармен ғана шектеліп қоймай, өзіміз ойымыздың ұшқырлығына байланысты ойын құрап балаларға әртүрлі тапсырмаларды үйрететін боламыз. Ақылды айнамен жұмыстар осылай өтеді. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.